Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін сіздерге жақсы көңіл-күй сыйлаймын. Балалар, бүгін қазақ тілі сабағы. Қазақ тілінен біз бүгін сан есім деген тақырыпты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы сан есім. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бағалау критерийлері. Сан есімдерді табады. Мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырады. Балалар, ендеше бәріміз мына бейне фильмге назар аударайық. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып 2-ге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де, нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-шы. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Қайталайық. Сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады.
Сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Мысалы, 2 балмұздақ, 3 шар. Реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді. Олар есептік сан есімге ыншы, інші, ыншы, нші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 4-ші сынып, 7-ші қатар. Балалар, бейне фильмді тамашалап болсақ, бәріміз мына суретке зер салайық. Балалар, әлемде неше ғаламшар бар? Кәне есімізге түсірейік. Күн және 8 ғаламшар күн жүйесіне кіреді. Олар Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, күн жүйесінің орталығы. Есімізге түскен шығар, балалар? Енді осы тақырып бойынша келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Балалар, 49-ші жаттығуды оқып танысайық бәріміз. Бұл жаттығуда мәтін ең үлкен ғаламшар туралы екен. Олай болса, қай ғаламшар үлкен екенін оқып танысайық. Мәтінді оқып болсақ, неге, неліктен сұрақтар мен шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырып көрейік. Бәріміз мына үлгіге назар аударайық. Неліктен Юпитер үлкен планета болып саналады? Балалар, сендер де осындай сұрақтар дайындап көріңдер. Балалар, 49-ші жаттығуды орындап болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмамыз 50-ші жаттығу. Берілген сан есімдерді қатыстырып, сөйлем құрайық. Құраған сөйлемдеріңді, балалар, дәптерге жазамыз. Мына үлгіге назар аударайық. Мен конфеттен біреу жедім. Бірінші тапсырманы орындап болсақ, балалар, екінші тапсырмаға көшейік. 51-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жазып, сан есімдердің астынсыз, сан есімдердің қайсысы реттік, қайсысы есептік сан есім екенін ажырату. Бұл жерде реттік сан есімдерді және есептік сан есімдерді ажыратасыздар. Және есімізге түсірейік. Реттік сан есімдерді, есептік сан есімдерді. Дескриптор. Берілген сан есімдерді қатыстырып сөйлем құрай алады. Сан есімдердің қайсысы реттік, қайсысы есептік сан есім екенін ажырата алады. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, кері байланыс жасайық. Мен үшін жаңалық, мен үшін тосын жай, мен үйрендім. Үйге, балалар, 53-ші жаттығу. Үй тапсырмасы. Ребусты шешіп,
жауабындағы сөзді қатыстырып шағын әңгіме жазу.